Қайырлы күн қыздар. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге доктор Сейітжаппаровна, Қошанова Балнар Сейітжаппарқызы, гинеколог, эндокринолог маманы. Дәл бүгінгі арнамыз біздің керемет тақырыпта болайын деп тұр. Қазіргі ең актуальный темалар. Аурулар 100% жазылады ма? Егер жазылмаса, оны емдегеннен не пайда? Мүлдем емдемей ақ жүре беруге болмайды ма деген сұрақтар. Себебі қазіргі бізде көп халықтың сұрағы осы. Біз былай түсінеміз ғой, ауру ол обязательно бізге клиникалық көрініс беру керек. Егер клиникалық көрініс бермесе, значит ол нәрсені емдеудің керегі жоқ. Себебі мазалап тұрған жоқ. Біз осылай түсінеміз. Сонда біздің айтып тұрған ағзаның физиологиялық қартаюы деген бар. Дәл былай түсіндірейін. Мысалы, косметологияда беттің қартаюы бар. Біз білеміз, бетке жасымыз келе-келе әжім түсетінін. Біз оны қалай бар, солай қабылдаймыз, дұрыс па? И это норма. Біз ол үшін қатты күресіп бір ауруды емдеу деген нәрсе жоқ, бірақ адамның өзінің таңдауы бар. Біз өз таңдауымыз арқылы сол әжімді аз түсу үшін, алдын алу үшін, более-менее жас көрінуіміз үшін кремдер, неше түрлі сывороткалар, лосьондар, даже элементарный мицеллярный гельдің өзін таңдап, умывашканы неше түрін таңдап аламыз, чтобы питаниясымен, стресстерді кетіретін антидепрессант түрлерімен деген сияқты неше түрлі витаминдермен алып жатамыз, чтобы бетіміз әдемі, сочный, мощный көрініп тұру үшін. Дәл осы сияқты біздің бүкіл ағзамыз жасы келе-келе қартаяды. Мысалы, көзіміз жасы келген сайын плюс бола бастайды. Бұрын минус көзіміз почему-то плюсқа айналады. Дәл осылай ағзамыз қартайған кезде біздің ішімізге де әжім бітеді екен. Представляете? Жүрек, өкпе, бүйрек, матка, қынап, бүкіл жерге әжім бітеді. Енді менің салам бойынша әйелдерде өзінің әйелдік ағзаларының қай жерінде әжім ерте түседі. Ең бірінші бізге түсетін әжім бұл зәр ұстай алмау, недержание мочи. Бұл кімдерде? Жалпы 99% әйелдердің барлығында болатын процесс. Жасы келе-келе. Біреулерде 18 жасында, біреуде 20 жасында, біреу 30 жасы, біреу 40, біреу 50, біреу 60, біреу 80 жасында болуы мүмкін. Бұл неден болады? Бұл күштемеден. Бірінші орында бұл күштеме. Қандай күштеме? Жүкті болудың өзі сізге күштеме. Не обязательно сіз кесарь-тігілмен тудыңыз, немесе өзіңіз босандыңыз, жоқ. Бізде жүктілік кезде автомат түрде мына қынап, былай тұрған қынабымыз ашылады, аузына қарай тіреліп тұрады, и осы кезде біз опушениені көре алмайтын себебіміз осы. Сол кезде мынаға күштеме түседі, бізде зәр ұстай алмау деген проблема болады. Бұл негізгі проблема. Екінші қартаятын бұл біздің қынап, қынаптың қабырғаларының әлсіреуі. Есіңізде болсын, қынап бұл бөлек, жатыр бөлек. Мына алатын болсақ, мынау қынап бізде, мынау жатыр. Екеуі екі бөлек ағза. Жатырдың мына жүкті кезде мына жерге дейін келуі норма, а жүкті емес кезде бұл былай өзінің орнында тұру керек. Сондықтан бұл қынап қай уақытта әсер етеді? Когда витамин жетіспеген кезде. Біріншіден осы. Витамин деген не? Қан айналым дұрыс емес. Ағзаға қорек жеткіліксіз, ол өзінің керекті дүниесін ала алмай жатыр. Мысалы, бетімізге витамин жету үшін не істейміз? Массаж жасаймыз, былайынан неше түрлі нәрселер істейміз, маска қоямыз, витамин жағамыз, умывашканың түр-түрін қолданамыз, одан кейін ойнаймыз да. Тура солайынан қынапқа да керек нәрсе бар. Бұл не? Жаттығу жасау. Тек жаттығудан алып шығу қиын, оған қорек керек, значит, витаминдерді ішу. Немесе ішесіз, ішкен кезде витаминіңіз тек қана қынапқа қарай жүгіреді деген нәрсе жоқ. Ағзаның кез келген жеріне жүгіреді. Себебі қай жер бізде қатты қиналып жатыр, сол жаққа бірінші орында барады дейміз, и ол сіңу сіңбеуді екіталай. Ал қынаптың өзі не істелінеді? Арнайы процедуралар жасалынады. Мысалы, плазмолифтинг, PRP, кортексил, филлер деген сияқты. Бұл процедуралар сізді 100% бізде маркетингтің сөзі, бұл көтеріп жібереді, қынапты тағылып жібереді деген сияқты. Жоқ, бұл питание, бұл қорек, бұл тамақ. Сіз саласыз, ол жаймендеп сіңеді, қайналым жаймендеп жақсарады. Ол қайтадан сізге барбе қынап істеп бермейді. Ол сол бұрынғы халден жақсырақ болады. Қай түрін салсаңыз да. Ауды біз әйелдер былай ойлайды, мен салдым, бүгін үйге бардым, күйеуімен қосылдым, сразу керемет кайф болады, керемет түн болады. Біз оны ұмытпау керекпіз, осындай кинодағыдай айтқанда. Жоқ, олай болмайды өкінішке орай. Себебі бұл әркімде әртүрлі. Егер сіздің қынабыңыз әлде қайда жақсы болатын болса, бірақ сағаннан сізде күшті эффект осы кинодағыдай болуы мүмкін. Ал егер қынабыңыз әлсіз болса, ол бір рет салу деген ерунда. Ол өте аз болуы мүмкін даже. Ал ол көтеріп тастамайды. Ол сол жердегі қан айналымын жасартады. Оны көтерту үшін сіз жаттығу жасайсыз. Чтобы оны қан айналымын жасаратын тамақ бергеннен кейін, соны сіңіріп, ары қарай питанияны реттеп, қан айналымын күшейту үшін сіз жаттығу жасайсыз. Элементарный упражнение кегілі. Қазір бұны екінің бірі білет деп айтуға болады. Тынысты аласыз, тыныстаған кезде қынапты қысасыз, тынысты шығарасыз, шығарған кезде қынапты босатасыз. Бұны осылайынан күндігіне кем дегенде 30 минут уақытыңызды бөлуіңіз керек.
ең қарапайым түрі, оны тек қана жатқан кезде жасайсыздар, отырып тұрып жүрген кезде жасауға болмайды. Немесе арнайы қазір бізде аппараттар бар, сенсатон аппараты, который мен сатып жүрген аппарат, немесе соған тәріздес аппарат алып ол да өз еркіңіз. Әркім өзінің товарын бақылайды, оны білесіздер біріншіден, екіншіден әркім өзінің товарына жауапкершілік ала алады. Міне. Сондықтан осы нәрсені қолдану маңызды болып келеді. Бұл не істейді? Бұл да сізді 100% көтеріп жіберіп, сізді қайтадан барбек қинап жасамайды. Бұл нәрсені қолданасыз, бұдан да хуже халге түспеу үшін. Мысалы, бетіңізді әбден әжім болғаннан кейін барып қолданасыз кремдеріңізді, сәл эффект береді, бірақ 100% 18 жасар қыздікіндей қылып істеп бермейді ғой бетіңізді. Не істейсіз? Бұрынғыдан жақсырақ, бірақ 18 жастағы қызда емес, но более-менее сіз соны постоянно қолданған кезде тез әжім түспегенін байқайсыз. Дәл солай қынап бұрынғыдан жақсырақ болады, бірақ бірден асқынбайды, өзіңіз оны байқай бастайсыз. И бір тез асқынуға жол бермейсіз. Міне. Дәл осылай ауруларды алайық енді. Аурулардан мысалы бізде етеккірдің дұрыс келмеуі дегенде аурулар емделеді, бірақ кейбір аурулар бар, постоянно ем қабылдауға тура келеді. Яғни пожизненно. Мысалы СПК пожизненно ем керек бізге да. Егер сіздің етеккіріңіз тура келсе де, сіз СПК-ға міндетті түрде ем алып отыру керексіз, чтобы бұл егер генетикалық жолмен балаға қатты әсер етпеу үшін, оның гормондарын ерте бұзбауыңыз үшін. Сондықтан сіз постоянно білу керексіз, элементарно осы мысалды ұғып алуыңыз керек. Кез келген ауру ізі қалмайтындай болып жоғалып кетпейді. Міндетті түрде оның орны ізі қалады. Киімді де сіз тіккеннен кейін оның орны білініп тұрады. Дәл солай кез келген ауру орны қалады. Мысалы, грипппен ауырсаңыз, грипптің орны қалады. Егер біз суықтап қалатын болсақ, немесе мұздай тамақ жейтін болсақ, немесе мұздай жерге жүгіретін болсақ дегендей, қайтадан грипп шығып кетеді. Дәл солай ауру қайтадан қозады, қайтадан ұйқы фазасына кетеді. Бірақ ол нәрсені күтіп отпай, біз алдын алу, яғни профилактикаларды міндетті түрде қолдану керек бізге. Бұл не үшін? Ұзақ өмір сүруіңіз үшін, ұзақ өміріңізді дені сау етіп жүруіңіз үшін, өзіңіздің 12 мүшеңіз сау болуы үшін, сонымен қатар дискомфорт сезбей, рахатыңызға өмір сүруіңіз үшін. Ендеше барлықтарыңыз осындай өмір сүріңіздер. Лайк басып подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Егер де қандай да бір ақпараттар керек болатын болса, комментарийға жазыңыздар. Сіздермен бірге болған доктор Сейітжаппаровна.